Мұнда ешбір адамның мінсіз болмайтындығын еске алуға болады. Тіпті екі адамды татуластыру үшін өтірік айтсақ ағаттық емес екен. Хадисте адамдардың арасын жарастыру үшін сөйлеген адам өтірікші емес делінген. Және ене өзі өсек пен ғайбаттан басқа да жамандықтардан тыйыла отырып келінді тәрбиелейді. Екінші жағынан енелер. Пәленшенің келіні былай жасайды екен, түгеншенің келіні бір керемет қой. Ал келіндер, құрбымның енесі мынандай, әпкемнің енесі ғажап деп өзгелерді бір-бірінің көзінше мақтап, мысын басып, титығына тиюі дұрыс емес. Біз идеал санаған келіннің немесе ененің өз шаңырағына ғана белгілі кемшіліктері бар. Келіннің тарапынан атқарылу тиіс амалдар. Бүгінгі күні келін ұмыт қалдыратын бір әдіс енені зерттеу. Енемен қатынас отбасында ең нәзік тұс болғандықтан зерттеуге де аса ұқыптылық таныту қажет. Тамақ, иіс, киімге қатысты талғамағандай, қандай мінезді ұнатпайды, нені жақсы көреді, қандай дәрі ішеді, қанша ұйықтайды, кімдермен қарым-қатынас жасағысы келеді, осының бәрін жақсы білген келін енеге ұнамайтын әрекеттерді жасаудан тыйылады. Енесі бар келін мен ене көрмеген келіннің айырмашылығы өте көп. Тіпті апаларымыз ене көрмеген өзі ене болып жарытпайды деп жатады емес пе? Ене келін үшін тәрбие институты. Келін үшін енеден артық ақылшы жоқ. Ол өз баласын бәрінен жақсы таниды. Әулет адамдарының хал ахуалынан хабардар. Бала күтімі мәселесінде де ене ең жақсы ұстаз. Балаңызға таптырмайтын бақташы болады. Онымен барлық істе ақылдасып отыруды әдетке айналдырыңыз. Тіпті тамақ дайындау, киім, сыйлық сатып алу секілді ұсақ істер кезінде де пікірін сұрап тұрайық. Халқымыз бұл туралы көп білгеннен емес, көп көргеннен сұра дейді. Олардың тәжірибесі мол әрі баласының отбасы үшін бәрінен де артық жақсылықты қалайтын жандар болғандықтан ақылына құлақ сал. Хадисте ақылдасуда береке бар екендігі айтылған. Иә, ене періште емес. Аяғы жерге, басы елге сыймайтын, жақсылығыңды қайтармайтын мінезді пенделер де болады. Амалың бар ма? Сен басыңды жастыққа бірге қойған, сен жақсы көрген жігітті өмірге әкелген жан. Адам адамға сынақ. Оның теріс қылығына сабыр сақтау тұлғалық сипатыңды өсіреді әрі ұзақ және бай қуатты өмір сүруіңнің кілті бұл. Мына бір тамаша ғибрат оқиғаға назар салыңыз. Баяғыда ит пен мысықтай арбасқан ене мен келін бір үйде тұрады екен. Бір-бірін көргенде кірпідей жиырылып, түрпідей тиіседі екен. Келіннің берген асы мен сөйлеген сөзін былай қойғанда, отырып тұрғаны да кемпірдің жүйкесіне әбден тиіп болыпты. Отырса опақ, тұрса сопақ. Қысқасы, кең дүниенің тарының қауызындай тарылып, қажаса екеуді титықтап, тығырыққа тіреліпті. Күндердің күнінде құлағының құртын терген енесінен жаураттай қажыған келіннің ойына жамандық түсіпті. Күншілік жердегі елге танымал бір емшіге барып, кемпірден көрген қорлығын көз жасын сарқып отырып айтып, кемпірді өлтіретін дәрі жасап беруін өтініпті. Көпті көрген қарт емші келіншекке бір құты дәрі жасап беріпті де мынандай кеңес айтыпты. Бірден өліп қалса, бала шағасы, туыс туғандары сирен көрері анық. Сондықтан бұл дәріні күнде аздап беріп отырасың. 3 ай өткенде кемпірдің шаруасы бітеді. Қатаң ескертер бір жайт, ол кісіге бұрынғыдай сөз қайтарма, не десе де сіздікі жөндей бер. Дәрінің өнімі сонда жақсы болады. Ашуланса дәрінің қуаты әлсірей береді. Енді онсыз да 3 ай ғана ғұмыры қалды ғой дейді. Келіншек үйге келіп, емшінің айтқанын айнытпай істеуге кіріседі. Алғашында біраз қиналады. Кемпірдің ерні қыбырлай бастаса, келіннің де тілі жыбырлай бастайды. Көкірегінен лап етіп көтерілген қызыл жалын жұтқыншағына келгенде, емшінің айтқан сөзі есіне түсіп, қалғынып тұрып қалады. Сөйлеп қал қақпас, 3 ай ғана ғұмырың қалды ғой деп іштен тынады. Солай да солай апта өтеді, ай өтеді, кемпір болса аң-таң. Баяғыдай арсылдап тұрған келін жоқ. Әй, әкел ананы, тарт мынаны деп қолды бір сілтесе болғаны, келін байғұс жерге салмақ түсірмей желеді. Қимылы да, сөзі де мамықтай. Міне апа, тағы не керек, айтқаныңыз болсын деп қиылып тұрғаны. Сөйтіп жүріп өзі де сөз қайтармағанға үйреніп, бұрынғыдай емес, бойы кеңіп қалғандай күй кешеді. Енді кемпір отырып алып ойлансын. Мына сорлығы неге ұрса берем? Сонша не жазып еді деп өзін кінәлай бастайды.
дауысы бәсеңдеп, сөзі де жұмсара бастайды. Бұрынғы әдетінше қатқыл бастап қалған кей сөздерінің аяғын міңгірлеп өзі бәсейтеді. Бір күні кемпір келінін еркелете шақырып алады да, аузында өмір бақи баданадай қара құлып тұратын сандығын ақтарып: «Мынау білезік, мынау жүзік, бәрі сенікі. Мен оны көрге алып кетеді ғой дейсің бе? Тағып ал, көркейіп жүр қарағым» деп елжірейді. Міне қызық. Енесінің қылығына көңілі босап қоя берген келіншек ауызғы бөлмеге атып шығып, қос білегін тізесіне қойып отыра кетеді. «Қайран енем-ай, өлеріңді білгенің бе? Бұл не еткенің? Қадіріңді ғұмырыңның соңында бірақ білдім-ау, бірақ ай қалғанда, бірақ ай» деп бетін басып ағыл тегіл жылайды. Содан кейін өкпесін қолына алып, өткендегі емшіге жүгіреді. Өзінің оңбай қателескенін айтып, әлгі ішірткіңіздің күшін қайтарып енемді аман алып қалатын дәрі жасап беріңізші деп жылап еңіреп етегіне оралады. Тартысы мол өмірде талай көлік тоздырған әлгі емші келіншекті шынтағынан сүйеп орындыққа отырғызып қойып былай дейді: «Мен берген дәрі кәдімгі су болатын. Адамға ешқандай зияны жоқ. Менің мақсатым орындалды. Енең Алланың берген жасын жасайды, әзір өлмейді, бара ғой» депті. Есі шыға қуанған келіншек бал-бұл жанып үйіне қарай асығыпты. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні келіндердің енесіне жасаған әр әрекеті өзінің енелік өмірінің кірпіші. Көркем келінге қол жеткізгісі келген әйел өз енесіне қолынан келген құрметті аямау керектігін түсіне алды деген сенімдеміз. Отанымыздың шаңырағы асқақ, отбасылардың керегесі берік болсын.